Қайырлы күн, құрметті отандастар. Мен атым Шерзод Пулатов, Қазақстан Халқы Ассамблеясының төрағасының орынбасары, Нұр-Сұлтан қаласының Өзбек этномәдени орталығының төрағасы. Әрине, бәрімізге белгілі, осы күндері бізде төтенше жағдайдың негізінде елімізде осы коронавирусқа байланысты бізде карантин жүріп жатыр. Осы жағдайға байланысты Қазақстан Халқы Ассамблеясы да өзінің үлесін қосып, әртүрлі акцияларды ұйымдастырып, елімізге, халқымызға көмегін көрсетіп келе жатыр. Қазіргі күнде Қазақстан Халқы Ассамблеясы әртүрлі қалаларда, әртүрлі аумақтарда өз жұмысыны жүргізіп келе жатыр. Олардың ішінде біздің белсенділеріміз осы мүгедек болған адамдарға және де мұқтаж болған отбасыларға, көп балалар отбасыларға өздерінің көмектерін жеткізіп келе жатыр. Әрине, біз бәріміз білеміз, осы жағдай басталған кезде елімізде маскалар жетпей қалған. Сол кезде біздің Қазақстан Халқы Ассамблеясының аналар кеңесі, сонымен бірге осындай этномәдени бірлестіктердің мүшелері жиналып, осы маскалардың тігу жұмысын бастаған. Осы бірінші декадада да біздің осы Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшелері 10 мыңнан астам маскаларды тікіп, біздің еріктілеріміз, осы жастар қанаттарының қатысушылары, олар осы маскаларды яғни осы біздің елімізде мұқтаж болған отбасыларға, және де көп балалар отбасыларға, және де жалпы Қазақстан азаматтарға да осы көшелерде таратып, өзінің көмегін көрсеткен болған. Сонымен бірге қазіргі күнде Қазақстан Халқы Ассамблеясының осы жалпы жиналған мәліметтер бойынша елімізде 66 мың астам адамдарға көмек көрсетілді. Жалпы 83 миллионға көмек берілді. Осы мысалы Нұр-Сұлтан қаласына алатын болсақ, осы біздің елордамызда мыңнан астам отбасыларға, семьяларға көмек көрсетілді. Жалпы 5 миллионнан астам қаражат осы жұмысқа жиналды, және де осындай отбасыларға, осындай адамдарға керекті жұмыстар жүргізілді. Жалпы Қазақстан Халқы Ассамблеясы көп жұмыстарды жүргізеді. Сонымен бірге біздің медицина саласында жұмыс істейтін біздің дәрігерлеріміз, медбикелерімізге өзінің көмегін көрсетіп келе жатыр. Олар ыстық тағамдарды дайындап, әрине оларға алып барып, оларға осы ұсынып келе жатыр. Бұл бәрісі әрине біздің бірлігімізді, бұл біздің осы бір-бірімізге мейірімділігімізді, бір-бірімізге тірек болғанымызды белгісі, және де бұл біздің халқымыздың осы жоғары мәртебеде бір-бірімізге сезімді, яғни шынайы сезімдерді пайда болғанын тағы да бір дәлел деп біле аламыз. Енді Қазақстан Халқы Ассамблеясы сонымен бірге әртүрлі акцияларды ұйымдастырып келе жатыр. Ол біз үйдеміз, сонымен бірге қазіргі күнде біз үйде тамақ дайындаймыз, готовимся вместе дома деген осындай акцияларды ұйымдастырып, осы біздің азаматтарымыздың үйде болған кезде олар немен айналысады, соларды қызықтыру үшін, оларды осы үйлерді зерікпеу үшін осындай акцияларды ұйымдастырып, біздің елімізде 130-дан астам әртүрлі халықтар тұрады. Олардың мәдениеттерін білу үшін, олардың осы ұлттық тағамдарын білу үшін, және де олардың біз өзіміздің үйімізде отырып дайындалуға мүмкіндік беру үшін осындай акцияларды ұйымдастырып келе жатыр. Бұл бәрісі біздің байлығымыз. Сондықтан осы біздің еліміз
көп ұлттық мемлекет болғанымен біз бір халықпыз. Сол бір халық болғанымыз біздің елімізде осындай тұрақтылық, біз елімізде қаншама қиындықтар болды осы елімізде. Біз қиын қыстау замандарда біздің ата-бабаларымыз басқа ұлттардың өзін шаңырағына кіргізіп, өз нанымен бөлісіп, бәріміз осындай қиыншылықтардан өттік. Сонымен бірге осы экономикалық кризистарда, зардаптарды біз өттік, біз бәріміз бір болдық. Сол кезде біз бәріміз бір-бірімізге тірек болып, мемлекетіміздің саясатын қолдап келдік. Сол себепті біз осындай қиыншылықтардан жеңіл өттік. Мен кәмілмен сенім, қазіргі күнде де біз бәріміз бірміз. Біз бәріміз осы бағытта бәріміз өзімізді, үлесімізді, қолымыздан келгенше үлесімізді қосып келе жатырмыз. Сол себепті біз осы қиыншылықтан да біз аман есен өтеміз. Жақын арада біз осы біздің достық үйлерімізде, басқа да осындай іс-шараларымызда кездесетін боламыз. Бәріміз жақсы мерекелерде бәріміз бірлесіп тойлайтын боламыз деп мен кәмілмен сенемін. Ең маңыздысы, осы жыл біздің Қазақстан Халқы Ассамблеясының 25 жылдығы болып жатыр. Сол тарих бойынша біздің Қазақстан Халқы Ассамблеямыз көп жұмыстарды атқарды. Қазіргі күнде Қазақстан Халқы Ассамблеясының аясында әртүрлі бағыттар жұмыс істейді. Солардың ішінде бізде Қазақстан Халқы Ассамблеясының ғылыми сарапшылық кеңесі бар. Сонымен бірге бізде арнайы және де өте белсенді жұмысты атқарып келе жатқан бағыт ол медиация саласы. Осы біздің Қазақстан Халқы Ассамблеясының аясында көптеген медиаторлар дайындалып, қазіргі күнде біздің елімізде, біздің халқымыздың бірлігін сақтау үшін, осы дау жанжалдарды шешу үшін осындай жұмыстарды біздің медиаторларымыз атқарып келе жатыр. Осы жылы біздің елбасымыз, Қазақстан Халқы Ассамблеясының төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы бізге көп тапсырмаларды берді. Солардың ішінде біз ғылыми сарапшылық жұмыстарды күшейтуіміз керек деген тапсырмалар берілді. Бәрімізге белгілі, Қазақстан Халқы Ассамблеясының аясында ғылыми сарапшылық кеңес жұмыс істейді. Осы жұмыстың, осы бағыттың, осы кеңестің жұмысының тағы да күшейту үшін біздің елбасымыз, Қазақстан Халқы Ассамблеясының төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы арнайы тапсырмалар берді. Яғни біздің осы этностардың арасында, яғни ұлт аралық келісімді күшейту үшін және сақтау үшін әртүрлі зерттеу, талдауларды жүргізуге біздің елбасымыз арнайы тапсырмаларды берді. Осы себепті қазіргі күнде елімізде әртүрлі салаларда жұмыс істейтін біздің ғұламаларымыз осы бағытта өзінің үлесін қосуда. Яғни біздің бірлігімізді сақтау үшін осындай дау жанжалдар елімізде ұлтаралық келісім бұдан да мықты болу үшін өзінің ұсыныстарын, өзінің зерттеулерін, талдауларын, өздерінің пікірлерін біздің ел басшыларына жеткізілуде. Сонымен бірге бізде этномәдени бірлестіктер өздерінің мәдениетін сақтап келе жатыр. Бізде журналистердің, осы тілшілердің арнайы клубы жұмыс істеп келе жатыр. Сонымен бірге бізде қаншама аналар кеңестері, осындай қоғамдық келісім кеңестері жұмыстарын атқарып келе жатыр. Бұл бәрісі біздің елімізде бірлікті, біздің елімізде бір-бірімізге құрметті насихаттау және де осының барлық байлықтарды сақтау үшін атқарып келе жатқан жұмыс. Бұл барлығы әрине ең біріншіден біздің тұңғыш президентіміз, елбасымыздың арқасында болып жатқан жұмыстар. Сондықтан біз бәріміз осы біздің елбасымызға алғысымызды білдіруіміз керек және де білдіреміз. Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшелері біздің тұңғыш президентімізге, елбасымызға өзінің алғыстарını әрқашанда білдіреді және де осындай ұйым арқасында елімізде бірлік сақталып келе жатыр. Осындай бірлік арқасында елімізде татулық, ынтымақтық сақталып келе жатыр. Біздің еліміз дамып келе жатыр. Біз осы бағытты ары қарай ұстасақ, әрине міндет түрде болашақта алдымызда қойылған ұлы мақсаттарымызға жететін боламыз. Мәңгілік ел мәңгі болсын.